бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын тауықтың төс етінен котлет дайындайтын боламыз. Кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Өте тойымды әрі жеңіл. Егер де балаларыңыз ет жемесе, фарш жемесе, тауықтың төс етінен котлет жасаңыздар болады. Барлығын майсөровкадан өткізіп аламыз. 500 грамм тауықтың төс етіне 2 штук пияз керек және 2 штук нан қажет болады. Барлығын жақсылап өткізіп, тұзын, бұрышын, жұмыртқа, переправа, жарты кесе ұн салып, жақсылап араластырамыз. Ішіндегі артық сулары шығып кеткенше, бір-біріне біріккенше әбден араластырамыз. Жақсылап араластырсақ, пісірген кезде котлетіміз шашылып кетпейді, әдемі болып пісетін болады. Қалауларыңыз болса, сопақ қылсаңыздар да болады, домалақ қылсаңыздар да болады. Міне осылай әбден араластырып аламыз. Сопақ қылып жасадым мен. Барлығын дайындап болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Міне осылай әдемі болып шығады. Котлет дайын болам дегенше картошкамызды қуырып аламыз майға. Міне осылай қуырып алған кейін үстіне тұзын сеуіп, котлетімізді қуырамыз. Котлетімізді қуырып болғаннан кейін жаңағы картошкамыздың үстіне салып, пиязын, помидорын салып, 2 қасық томатқа 1 кесе суды араластырамыз. Осылай құямыз. Одан кейін тағы да 1 кесе су құясыздар, жарты сағатқа бұқтырып қоясыздар. Бір қайнатып алып, астын басып қоясыздар. Өте дәмді болады. Тұз сепсеңіздер де болады, үстіне тұз сеппесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Міне осылай әдемі болып бір қайнатып алып, астын басып қоямыз.